күлкі кетпей, тек қана жайдарлы көңіл күй мен ақ жарқын өмір тілейміз. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы Қызғалдақ тобының бүлдіршіндерін қарсы алыңыздар. Өзіңе жазылмаған ән бар ма? Қандай мереке тойлап жатсыңдар? Мен де өзімнің әжемді мерекесімен құттықтауға бара жатырмын. Ой, қызыл келпек, сен қайда бара жатырсың? Сәлеметсің бе, Қасқыр? Мен өзімнің әжемді мерекесімен құттықтап бара жатырмын. Ой, жоқ, қызыл келпек, сені әжеңнің үйіне жібере алмаймын. Сен маған кәдімгі өлең айтып бер. Ой, балалар, Қасқыр мені әжеме жібермеймін дейді. Маған көмектесесіңдер ме? Менімен бірге ән шырқап берейікші. Сәлеметсің бе, қызыл келпек? Сәлеметсің бе, Түлкі? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қызыл келпек, сен қайда бара жатсың? Мен өзімнің әжемді мерекесімен құттықтап бара жатырмын. Қызыл келпек, мен сені жібере алмаймын. Сен маған өнеріңді көрсет, сол кезде жіберуім мүмкін. Ой, балалар, Түлкі де мені жібермеймін дейді әжеме қарай. Маған көмектесесіңдер ме? Ой, жарайсың, отырамын. Ана, әрқашан маған данасың, ақ кері досың. Жан саған анасың. Ой, жарайсың. Мені жібересің бе әжеме? Жоқ, келпек, мен сені жібере алмаймын. Тағы да балалардың қандай өнерлері бар екен?
қандай мерекені тойлап жатырсыңдар? Ой, жарайсыңдар балалар. Ал қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың? Сәлеметсің бе қоян? Мен өзімді әжемді құттықтауға бара жатырмын. О, қызыл телпек, мен сенің әжеңе жібермеймін. Сен маған өнеріңді көрсет. Ой балалар, қоян да мені әжеме жібермеймін дейді. Маған көмектесесіңдер ме? Олай болса қандай өнерлерім бар, қоянға бірге көрсетейік. Сөзің алдыңа бағалы бар міне жарығыма сыйлаған жанарды Енді осы өнерімізді барлығымыз бірге әжемізге барып көрсетіп қайтайықшы. Жарайды балалар? игілігі осымен аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Жылда табысты болыңыздар. Сегізі суықтың негізі, әдемі сөз анамның, анаға айтар лебізі. Гүлдің үстіне тұрамыз. Каусар, Айла, Димаш. Мама,
келген ағайын